Армысыздар атпалжандар. Сіздермен бірге мен Әли. Бағдарламаны сұрақтардан бастайық. Қазақ хандығының 3-ші ханы, Керейдің ұлы. Керей Жәнібек, Керейден Жәнібек, Жәнібектен кейін бұрындық па? Мұрындық хан. Бұрындық. Дұрыс. Бізде 5 сұрақ бар. Логикалық әртүрлі. Соған жауап бере кетсеңіз. Тарихтан сұрақ. Қазақ хандығының 3-ші ханы, Керейдің ұлы. Мұрындық. Қазақ хандығының 3-ші ханы, Керей ханның ұлы. Керей ханның ұлы. Ne de? Kaldı. Керей ханның ұлы. Жәнібек па? Жәнібек, Керей. Екеуі құрды қазақ хандығын, сосын Одан кейін бұрындық. Мұрындық. Тарихтан қазақ хандығының 3-ші ханы кім? Керейдің ұлы. Мұрындық хан. Дұрыс айтасыз, Мұрындық хан. Балтық елдерін атап өтсең. Вроде Каспийдің бойындағы Қазақстан, Әзірбайжан вроде бар, Түркия. Әлі шатастырып кеттім. Және де соңғысы астындағы Әзірбайжан. Балтық елдеріне үшеу кіреді. Үшеу. Олар Латвия, Литва, Эстония. Бұл қайда деп ойлайсыз өзіңіз? Еуропа, Азия, Африка, әлде Америка деген? Еуропада ма? Дұрыс, Еуропада. Кімдер? Қандай елдер? Балтық елдері. Латвия, Литва, Эстония. Литва, Эстония. Балтық елдерін атап өтсеңіз. Білмейткен мен бұлар. Балтық елдері Латвия, Литва, Эстония. Балтық теңізіндегі елдер ғой. Иә, Балтық теңізі жаққа. Латвия, Литва, Эстония. Сиыр жылқы сүтінің құрамында болатын қышқыл. Химия ма? Бұл химияда. Қышқыл деген білмедім оны. Келесі сұрақ болмай ма? Сүт қышқылы. Жылқы Сиыр сүтінің құрамында болатын қышқыл. Қышқыл? Білмедім. Сүт қышқылы. Келесі сұрағымыз. Жылқы мен сиыр сүттеріндегі қышқылды не деп атаймыз? Химиялық сұрақ. Қышқылға. Молочная кислота? Молочная кислота. Сүт қышқылы. Иә. Дұрыс айтасыз. Жылқы мен сиыр сүттерінде болатын қышқылды не деп атаймыз? Қышқылда жылқы мен сүттерінде. Сүт қышқылы, иә сүт қышқылы. Жылқы мен сиыр сүттерінде болатын қышқылды не деп атаймыз? Азот. Азот емес қазір. Қандай қышқылы ма? сүт қышқыл емес па? Дұрыс, сүт қышқылы. Футбол әлемде ең бірінші спорт. Екінші спорт. Әлемді қамтыған екінші спорт қандай? Гольф. Сәл ойналыңыз. Так, футбол екінші орында. Футболдан басқа еше көрмейміз ғой біздер. Баскетбол ма? Ол Америкада. Күрестің түрі. Крикарим ба? Жоқ, вольный бар ба? Дзюдо. Дзюдо. Дұрыс, дзюдо. Так, футбол. Хоккей, наверное. Хоккей? Сәл ойлансаңыз. Бұл единоборствоға кіреді. Единоборство. Греко-римская борьба ма? Сәл жақындадыңыз. Қазақша көресің. Дзюдо. Дзюдо. Жақсы. Футбол? Футбол, баскетбол, волейбол, Айта беріңіз. теннис, тағы не бар? Жүзу, бәрі жүзу жасады ғой. Спорт түрінде негізі. Екінші спорт. Екінші Әлемде спорт. екінші спорт. Гандбол. Күреске байланысты қандай спорт? Күрес болса, қазақ күресі.
дзюдо, таэквондо, дзюдо. дзюдо. Бірнеше елді қамтыған спорт. Екінші орында. Күрес. Күрестің қандай түрі? Дұрыс, күрес қандай түрі? Дзюдо. Дзюдо дұрыс. Ол сізге тиесілі, бірақ оны басқалар көп қолданады. Маған тиесілі. Атым? Ол есім. Есіміз. Ол не? Ол есіміңіз сіздің. Есімің. Дұрыс айтасыз. Есім. Рахмет. Имя. Дұрыс. Ол сізге тиесілі, бірақ оны басқалар көп қолданады. Ол қалай екен? Маған тиесілі ма? Аха, ол сізге тиесілі. YouTube канал? Жоқ. Маған тиесілі. Бұл сіздің есіміңіз. Занятка бір жазсам бар. Ол сізге тиесілі, бірақ оны басқалар көп қолданады. Ол не? Есімім. Дұрыс, есіміңдеріңіз. Рахмет көп сіздерге. Аязда мен Ақшақар. Келесі кезекте әлем жаңалықтарына шолу жасасақ. Wait a second. Today only Kazakhstan news. Үндістанның Marwa Studios комплекс танымал ойын-сауық индустриясы орталығында режиссері Нұргелді Сатығұловтың Балуан шолақ көркем фильмінің кино көрсетілімі өтті. Көрсетілім Қазақстан мен Үндістан арасындағы дипломатиялық қатынастардың 30 жылдығын мерекелеуге арналған салтанатты іс-шаралар аясында ұйымдастырылған. Қазақстан-Үндістан кино және мәдениет форумы 300-ден астам көрерменді жинады. Олардың қатарына дипломатиялық корпус өкілдері, Үндістан кинематографиясының өнер қайраткерлері, жас және жаңадан бастаған кинематографистер болды. Форум қонақтарына Абай Құнанбайұлының хинди тіліне аударылған қара сөздер туындысы таратылды. Сонымен қатар Хайдарабад қаласында белгілі қазақстандық режиссер Ақан Сатаевтың қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық соғыс туралы баяндайтын Жау жүрек мың бала картинасы көрсетілді. Қазақша контент қоржыны тағы бір жаңа мультфильммен толықты. The Agent деп аталатын мультсериалдың тұсаукесер рәсімі Елордада өтті. Отандық анимациялық өнім 10 сериядан тұрады. Әр сериясының ұзақтығы шамамен 5 минут. Мультфильм көптің көңілінен шығып жатса, жалғасы түсіріледі. Басты кейіпкерлері The Agent, ит пен мысық және робот. Бұл YouTube-қа толығымен шығып болғаннан кейін балапан арнасынан көрсету жоспарымызда бар. Ұлттық дүние, кейіпкерге тақияны кигіздік. Келесі бір серияларында ұлттық киім, нақыштарды көрсете білу жоспарда бар. Оған баланың көзі үйренеді. Ұлттық киімдерді көргенде не үшін тек наурыз елестеу керек, дейді идея авторы. Қазақстанда үздік оқитын оқушылар бестік бағаларын ақшаға айналдырып, тұрмыстық және электрондық техника дүкендерінің бірінен қажетті затын сатып алып отыр. Жоба күнделік.kz платформасы арқылы жүзеге асырылуда. Платформаны құрастырушылардың дерегінше, күнделік бонус бұл ел оқушыларының қарыз сауаттылығы мен оқу үлгерімін жақсарту мақсатында әзірленген әлеуметтік жоба. Ол арқылы балалардың сабақта алған бестік бағалары бонус ретінде есептеліп, кейін оны күнделік.kz компаниясының серіктес дүкендерінен зат сатып алғанда қолдануға болады. Кей-бонус бағдарламасына тек 10 және 11 сынып оқушылары қатыса алады. Әр 9 және 10 балдық формативті баға үшін оқушы плюс 100 кей-бонус алады. 90-ды 5-ке аяқтаған балаға әр пән бойынша тағы да плюс 500 кей-бонус беріледі. Бұл жерде мынаны ескеру керек. Оқушыларға кей-бонус және S-бонус беріледі. Нақтырақ айтсақ, кей-бонус бұл күнделік.kz электрондық журналда сабақ үлгеріміне байланысты алған баға үшін берілетін бонустар. S-бонус бұл серіктес Сулпак компаниясының бонустары. Ол арқылы оқушылар аталған дүкеннен зат сатып алу кезінде тауар құнының 50%-ын төлей алады. Ол үшін сіз әуелі күнделік.kz-те кей бонустар жинайсыз. Кейін оны жоғарыда көрсетілген дүкеннен зат алу үшін S-бонусқа айналдырасыз. Оқушы S-бонусты 30 күн ішінде қолданып үлгеруі тиіс. Сонымен қатар бағдарламаның арнайы талабы бар. Мәселен, бала 1.90-да тек 10 мыңнан аспайтын бонусты айырбастай алады. Одан жоғары сомаға рұқсат етілмейді. Қанша кей бонус жинағаныңызды қалай білуге болады? Бағдарлама аясында жиналған бонустарды тексеру үшін бағдарламаның веб-сайтына тіркелу қажет. Ол үшін bonus.күнделік.kz таяқша kz сайтына кіріп, тіркелу бөліміне өтесіз. Кейін экранның оң жақ жоғарғы бұрышында кіру батырмасы шығады. Оған өтіп, жеке мәліметтеріңізді енгізесіз. Бұл орайда
Платформаны құрастырушылар ұялы телефон номерін терген кезде мұқият болуды ескертеді. Егер ол қате көрсетілген болса, онда қолдау қызметіне хабарласып басқа нөмірді енгізуге болады. Барлық қажетті жолдар толтырылғаннан кейін сақтау батырмасын басасыз. Артынша, менің белсенді балансым блогында жиналған кей бонустар санын көруге болады. Ал кей бонусты зат сатып алу мақсатында S бонусқа қалай ауыстыруға болады? Кей бонусты зат сатып алу үшін міндетті түрде S бонусқа айырбастау қажет. Ол үшін сайттың төменгі жағында орналасқан бонустарды айырбастау батырмасын басасыз. Осыдан кейін техника сататын дүкен сайтының беті ашылады. Онда оқушы кей бонусқа тіркелген телефон нөмірін көрсетіп, растау кодын енгізуі тиіс. Осы сәтте сіз дүкеннен хабарлама күйінде келетін кодты теруіңіз қажет. Әрі қарай қанша кей бонусты S бонусқа айырбастауға дайын екеніңіз сұралады. Оның мөлшерін анықтағаннан кейін оқушылар оларды еліміздегі тұрмыстық және электрондық техника дүкендерінің бірінен тауарлар сатып алу кезінде жұмсай алады. Күнделік бонустың жарамдылық мерзімі қанша уақыт? Құрастырушылардың талабына сай, кей бонусты қолдану мерзімдері белгіленген. Атап айтқанда, 1-тоқсанда алынған бонустар 20 қарашаға дейін жарамды. Ал 2-тоқсанда жинақталған бонустарды оқушылар 15 қаңтарға дейін қолдануы тиіс. 3-тоқсанда қандай да бір мөлшерде бонус алсаңыз, оны 1 сәуірге дейін пайдалануыңыз қажет. 4-тоқсанда жинақталған ұпайларға зат сатып алу 15 маусымда аяқталады. Осымен бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.